Ольга Рыпакова Сергейқызы, қарашаның 30-ы, 1984 жылы өскемен. Қазақстан жеңіл атлеті бастапқыда 7 сайыспен айналысса, кейін ұзындыққа секіруге мән беріп жүріп, 2007 жылдан бері 3 қарғып секірумен айналысады. Ольга Рыпакова 2008 жылы Бейжің Олимпиадасында 3 қарғып секіруден финалдық кезеңге 15 метр 11 сантиметр ұзындықты бағындырып, Азия рекордын жаңартты. Осы көрсеткішімен ол Олимпиадада 4-ші орынға ие болды. Ольга Рыпакова 2010 жылы мамырда Шанхайда өткен Гауһар лигасы деп аталатын жеңіл атлетика сериясының бірінші кезеңінде алтын медальді 14 метр 89 сантиметрді бағындырып жеңіп алды. Бұдан бөлек Ольга Рыпакова 2010 жылы қысқы әлем чемпионатында 15 метр 14 сантиметр секіріп әлем чемпионы атанды. 2011 жылы жеңіл атлетикадан Тегу қаласында өткен әлем чемпионатында Ольга Рыпакова күміс медальді жеңіп алды. 2012 жылы жеңіл атлетикадан Лондон қаласында өткен Олимпиадада Ольга Рыпакова алтын медальді жеңіп алды. Оның көрсеткіші 14,98 метр болды. Санат: 1984 жылы туғандар, 7 сайысшылар, өскемен тұлғалары, Қазақстан әйелдер спортта. 16 жасында Ольга Рыпакова жеңіл атлетикадан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында алғаш рет өнер көрсетті. Жарыс Чилиде өтті. Спорт әлемі үшін қарапайым дебют, бірақ Рыпакова үшін маңызды. Жарыста Ольга 23-ші орынға ие болды. Қалған қатысушылар жеңіл атлетикадан кемінде 2 жыл үлкен болды. 17 жасында сол кездегі Алексеева Рыпакова Шығыс Қазақстан облыстық мектеп-интернатын спорттық бейімділікпен бітіріп, Алматыға дене шынықтыру және спорт академиясына түсуге келді. Спортшының есебінде 18 халықаралық медаль бар. Қазақстандықтар үшін Ольга Рыпакова от мақтанышы. 2002 жылы 18 жасында Ольга Семибореде ересектер санатында ел чемпионы атанды. Сол жылы Кингстондағы жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында күміс медаль алды. 2006 жылы Дохада өткен Азия ойындарында Ольга Рыпакова ұзындыққа секіруде қола медальді жеңіп алды. Жағдайлардың жиынтығы Ольганы жоғары спринт көрсеткіштерін қажет ететін ұзындыққа секіруге кейінірек 3 секіруге жеңіл атлетиканың ең күрделі пәнін тоқытуға мәжбүр етті.